Сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында корейский рамен жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен кастрюльдеріңізге суларыңызды қайнатып аласыздар. Осында екі түрлі корейский рамен жасаймыз. Жұмыртқамызды суға қайнатып қоямыз. Алдын ала сырымызды, колбасамызды турап дайындаймыз. Енді қайнатқан суымыздың үстіне раменнің приправаларын саламыз. Осылай салып аламыз да араластырып, үстіне лапшамызды салып, 1-2 минутқа бұқтырып пісіреміз. Қақпағын жауып аламыз да екінші раменді жасайтын боламыз. Қайнап тұрған суымызға осылай приправаларын саласыздар. Бұл ашты түрі. Салып болғаннан кейін қасықпен 1-2 рет араластырасыз да үстіне лапшасын салып 1-2 минутқа пісіресіздер. Егер де сіз менің видеомды көріп отырған болсаңыз, қазақша контентті қолдап, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта жаңа видеоларымды ең алғашқы болып көретін боласыз. Одан кейін осылай жаңағы бірінші неміз осылай пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін оны жананға салып ұсына берсеңіздер болады. Үстіне жаңағы жұмыртқасын, колбаса, сырларын бетіне қойып жасайсыздар. Мінеки екі түрлі раменіміз дайын болды. Негізі колбасаның орнына піскен етті де қойып ұсынсаңыздар болады. Осылай әп-әдемі болып пісіп шығады. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз.